Менің есімім Кемелхан Көзер Ержанқызы. Мен Шымкент қаласы Дина Нұрпейісова атындағы номер 116 жалпы орта білім беретін мектептің 5-ш сыныбында оқимын. Мен 11 жастамын. Жақында мен мектеп психологы Қымбат Жанатқызының қабылдауында болдым. Ол кісі маған 11 жастағы оқушылардың дарындылығын анықтау үшін қабілет платформасымен таныстырды. Және мені бұл платформаға тіркеді. Бұл платформа 11 жастағы оқушылардың қабілеттілігін психологиялық диагностикалау бағыттары 4К бойынша жүзеге асады. Олар сыни ойлау, креативтілік, коммуникация, коллаборация. Бұл профильге кіру үшін сілтеме арқылы өтесіздер. Бұл жерден жүйеге кіруді таңдаймыз. Тіркелген телефон нөмірі арқылы аты жөнімізді таңдаймыз. Содан соң құпия сөзді енгіземіз. Содан соң кіру батырмасын басамыз. Ашылған беттен тестілеуге өту пәрменін таңдаймыз. Қабілеттілік диагностикасы атты беттен тестілеуге өтеміз. Бұл жерден өздеріңізге керекті тілді таңдап, тестілеуді бастап кетеміз. Тест сұрақтары бар жоғы 73 сұрақтан тұрады. Мен үшін бұл сұрақтар жеңіл әрі өте қызықты болды. Әр пәндер бойынша тапсырған тесттерге ұсынымдар беріледі. Ал маған берілген ұсынымдар бойынша ұғымдар арасындағы қабілеттілікті анықтау барысында шахмат секциясына, шығармашылық бағдарламалауға, басқа тырғыштарды көбірек шешуге, логикалық үстел ойындарын ойнауға кеңес берілді. Егер сіз төмен нәтиже көрсетсеңіз, қабілет бөлімінің мамандарынан кеңес алсаңыз болады. Мені осы платформамен таныстырған Шымкент қаласы дарын орталығына және қабілет бөлімінің мамандарына, мектеп психологына үлкен алғысымды білдіремін.